Бокстан кеткен соң немен айналысасыз? Соны білгім келіп еді. Сен сұрақ қойып жатқанда, бұл кісі ұйықтап кеткен сияқты. Мен оны оятып көрейін. Жарай ма? Мен ұйықтаймын. Мен ұйықтаймын. Міне, менің шаруам сол болмақ. Бокстан кеткеннен кейін... Мәселен, сенің жасың 30-да дейік. Егер 30-да болсаң, білетінің 7 жасар баланың білетіндей ғана. Бұл сөзімді қазір дәлелдеп беремін. Алдымен 30 жыл бойы күн сайын ұйықтаған 7-8 сағатыңды алып тастайық. Туған уақытыңнан бастап 30-ға келгенге дейін шамамен 8 жыл ес-түссіз жаттың. Яғни 30 жыл өміріңнің 8 жылын ұйқыға арнадың. Жарайды. Ал осы 30 жылда қанша уақытыңды жол жүруге жұмсадың? Үйден телестанцияға дейін, үйге, басқа қалаға, басқа елге, мектепке, шіркеуге бару үшін. Өміріңнің 2 жылын тек жол жүруге, ары-бері қатынауға жібердің. Сонда 8 жыл ұйқыға, 2 жыл сапарға кетті. Ал біздегі бары 30 жыл ғой. Мектепте оқу үшін біздің Америкада қанша уақыт кетеді? Бірінші сыныптан 12 сыныпқа дейін 6 сағатта, күн сайын 6 сағатыңнан 12 жыл бойы сыныпта отырасың. Яғни 3 жыл. Жарайды. 8 жыл ұйқыныкі, 2 жыл жол жүрудікі, 3 жыл мектептікі. Неше кино көрдің? Неше рет күрес, матч көрдің? Қанша уақытыңды көңіл көтеруге жұмсадың? Қаншама театр қойылымы, кино, бейсбол ойындары? Жобамен оғанда 2 жыл кетеді. Айтып отырған өтірік емес екен өздеріңіз де түсініп отырсыздар. Яғни, сен балалы шағалы болып, ипотекаға үй алып, оны төлеп бітемін дегенше жасың 60-қа келеді. Демек, өмір жасыңда қысқа. Өмірдегі сапарларыңда, ұйқыңда, мектепте оқуыңда, көңіл көтеруіңді ескерсек, сен өміріңнің жарысын ештеңе істемей өткізесің деген сөз. Не айтқым келіп отыр? Менің жасым 35-те. 30 жылдан кейін 65-те болам. Ал 65-ке келгенде мен көп нәрсені істей алмай қалам. Істейтін нәрсе де көп болмайды. Оған дейін 30 жыл не істеймін? 9 жылында ұйықтаймын. Менің еркімде енді толық 9 жыл бар деп айта алмаймын. Американы аралап жүруім керек. Күніне 6-7 миль жол жүремін дейік. 30 жылдың 4 жылы сапарға кетеді. Яғни 9 жыл ұйқыға кетті. Кино, тағы басқа көңіл көтеретін нәрселер 3 жылымды ұрлайды. Сонда 30 жылдан шамамен 16 жыл менің еркім етеді екен. Осылайша әрқайсымыз өмірімізді бөлшектей аламыз. Сонымен, осы 16 жылда мен не істеймін? Не істеуім керек? Мен Құдайыммен кездесуге дайындалам. Зәулім үйім, кәсібім болса, боксты үйретсем, оның бәрі мені жұмаққа жақындатпайды. Осында отырған адамдардың қаншасы құдіретті күшке сенеді, қаншама адам ай мен күнді жұлдызды жаратқан жаратушы бар екеніне сенеді. Оның бәрі өз еркімен пайда болмағанына неше адам иланады, ал неше адам Құдай жоқ деп біледі. Жарайды, яғни оның бәрін жасаған Құдай емес дейтіндер бар. Ал егер мен мына стаканды ешкім жасаған жоқ, ол өзінен өзі жасалды десем, маған сенесің бе? Зат өзін өзі істеді дегенге сенесің бе? Жоқ. Сенбейсің, иә. Күмәнданатындарға түсіндіргім келеді. Әрине сенбейсің. Иә, бұған сену мүмкін де емес. Күмәнданатындарға түсіндіргім келеді. Егер мен осы телестанция өздігінен пайда болды, бірде-бір адам атсалысқан жоқ десем, жынды деп айтатын шығарсың. Ендеше, егер сенің үстіңдегі киім өздігінен тігілді, ешкім тіккен жоқ десем, сенбейсің ғой, сенбейсің. Сенің үстіңдегі киім өзін өз тікпесе. Мына стакан өзін өз жасамаса, осы ғимарат өзін өз салмаған болса, онда ай ана жерге қалай барып тұра қалды? Жұлдыздар ше, есек қырған, Нептун, Марс, күн, барлық табиғат, егер бір даналық иесі осыны жасамаса, қайдан пайда болды?
Сол үшін мен есеп күннің болатынына сенемін. Мысалы, Гитлерді алайық. Еврейлерді қырды. Сол адам жазадан оп-оңай құтылып кете ме? Оны біреу жазалайды. Қазір болмаса өлгеннен кейін. Сондықтан бокстан кеткен соң мен не істеймін? Мен Құдаймен кездесуге дайындаламын. Мен мінген ұшақ құлауы мүмкін. Елімізде ұшақтар құламай жатыр ма? Адамдар күн сайын өлмей жатыр ма? Тозаққа түсем, онда мәңгі өртенем деген ойды түсінгенде мен шошимын. Сонымен мен не айтып отырмын? Мен жауап беру үшін аздаған кіріспе жасадым. Сенің қойған сұрағыңа оп-оңай жауап бере алмаймын. Бокстан кеткен кезде адамдарға көмектесу үшін қолымнан келгеннің бәрін жасаймын. Сол себепті осы жерде Джонни Уокер отыр. Бұл Американы қиып өтіп бізге келді. Оған шамалы ақша керек болды. Біреулер маған өтініш жасады. Құдай бәрін көріп тұр. Джо Фрезерді ұрғаным үшін Құдай маған разы болмайды. Құдай біздің өзара қарым-қатынасымызға қарайды. Бір-бірімізге көмектесіп жүрміз бе? Сондықтан менің өзімнің атымды қайырымдылық істерге, адамдарға көмектесуге, бірлікке жұмсамақпын. Адамдар діни көзқарастар үшін бір-біріне шабуыл жасайды. Бізді келісімге шақыратын адам керек. Мен өлгеннен кейін жұмақты көргім келеді. Қаншалықты ұзақ өмір сүреміз? 80 жыл ма? Әрқайсымызда әртүрлі мүмкіндік бар. Біреу 20 жылдан кейін өледі. Біреу 50 жылдан кейін, біреу 30 жылдан кейін, ал біреу 6-7 жылдан соң өлуі мүмкін. Бәріміз көп ұзамай өлеміз. Бізге 125 жыл өмір берілді дейді ғой. Оған толық жете алмайды екенбіз. Тіпті 250 жыл өмір берілді деп ойлап көрейікші. Соның 145 жылында төсек қызығына батайық. Соңында бәрібір өлеміз ғой. Сондықтан бізге орташа алған 80 жыл осы дүниеде өмір сүруге мүмкіндік берілген. Бұл сынақ. Осы жылдарды біз не нәрсеге жұмсаймыз? Жақсылыққа ма? Нағыз өмір бұл емес. Нағыз өмір сенің ішіңде. Тән қартаяды. Айнаға қарасаң, түсің жоқ. Шашың түскен болуы мүмкін. Бірақ жаның, рухың ешқашан қартаймайды. Тәнің рухыңды көтеріп жүрген уақытша көлік қана. Сондықтан Құдай біздің рухымызды сынайды. Біз не істейміз? Бір-бірімізге қандай қарым-қатынас жасаймыз? Ертең жұмақтан орын бұйыра ма? Бұл өмір ұзақ тұрмайды. Мына ғимарат құрылысшылар кеткеннен кейін көп тұрмайды. Англияның бірнеше патшайым болған. Бәрі кетті. Бәрі кетеді, жаңадан ұрпақ келеді. Біз де қалмаймыз. Уақытша ғана қожайынбыз. Иелігімізде ештеңе жоқ. Тіпті балаларымыз да біздің меншігіміз емес. Өтірік айтып отырмын ба? Әйелің сенікі емес. Өліп қалғаннан кейін, бір жылдан кейін қайтып келе алсаң, төсегіңнен әйеліңді таба аласың ба? Әйелің де сенікі емес. Мен әйеліммен ажырасып кеттім, ол туралы оқыған боларсыздар. Қазір менің 4 балам басқа адамды әке деп атап жүр. Олар енді мені көрмейді. Сен балаларыңның иесі емессің, сен отбасыңның иесі емессің. Мен не туралы айтқым келеді? Өмірдегі ең маңызды нәрсе өлгеннен кейінгі жағдайың. Жұмаққа түсесің бе, тозаққа түсесің бе? Мәңгіге қайда боласың? Мәңгілік деген қаншалықты ұзақ? Есептеп көріңіздер. Сахара шөлін алайық. Онда құм көп, Енді сондағы бір түйір құм 1000 жыл деп ойлап көріңіздер. Өлесіңде тозаққа түсіп жанасың. Мәңгілік. Соңы жоқ. Бұл дегеніміз қаншалықты ұзақ екенін ойлап көріңіздер. Сахара құмы біткенше, әр 1000 жыл сайын бір түйірді алып тастап отырасың. Міне, бір түйір құмды алу үшін 1000 жыл күтесің. Одан кейін екінші құмды алу үшін тағы 1000 жыл күтесің. Тағы күтесің. Қаншалықты ұзақ? Елестетіп көрдің бе? Американың пайда болғанына 200-ақ жыл болды. 1000 жылға жету үшін әлі 800 жыл күтуіміз керек. Сондықтан бір күні өліп, тозаққа түсуі мүмкін деген ой менің зәремді ұшырады. Ұшағым атылып кетуі мүмкін. Үнемі жолаушылап жүрем ғой. Тозаққа түсемін. Құдай менің рухымды есепке алады. Адам өлтіре аламын, ұрлық жасай аламын, биліктің қолына түспеуім мүмкін. ФБР мен Скотланд Ярд мені ұстай алмауы мүмкін, бірақ мен өлген кезде менің әрбір ісім жазылып тұрған жерге барамын. Онда мен жасырына алмаймын. Не тозаққа, не жұмаққа түсемін. Демек, мен қалған 16 жылында не істеуім керек? Құдаймен кездесуге, жақсы орынға түсуге әзірленуім керек. Бұл маңызы бар іс қой, солай емес пе? Арнайы Бекзада журналы үшін аударылып дыбысталды. Мәтінін оқыған Мұхаммед Әли Болатұлы. Монтажын жасаған Қанат Мыңбаев.